Тағы да сәлем достар, сіздермен бүгін мен, Джей Стайл. Енді білесіздер, өзім жақыннан бастап, яғни тегін ақша табу жолдарын түсіріп бастадым. Енді бүгін де соны жасамақшымын. Бүгінгі тегін ақша табудың оңай жолы легкий деньги деп аталады. Оны Play Market'тен жазып алсаңыздар болады. Төменде ссылкасы болады. Обязательно описанияға өзінің ссылкасын қойып қоятын боламын. Әр видеомның астында ссылкалар болады. Соларды басып кірсеңіздер болады. Енді легкий деньгиде қалай жасайды деген сұрақ бар шығар енді. Легкий деньги ең оңай тәсілдегі регистрацияны жасайтын әрі ақшаны жақсы түрде таба алады. Деньгиге жай ғана кірген кезде регистрациясы ең оңай регистрация болғандықтан жай ғана войти в приложение дегенді басасыздар да өзіңіздің қалаған аккаунттарыңызды таңдайсыздар. Қазір мен өзімнің аккаунтымды таңдаймын. Мен мысалға мынаны біреуін таңдай салдым. Таңдадым и интернет менде слабый болып тұр, көріп тұрғандарыңыздай аш тартып қалып тұр. Кешірім сұраймын, негізі бұндай техникалық ақаулықтарға. Енді өсіп кірген кезде мына жерге сіздерге не шығады? Арнайы код қою керек деген шығады да. Енді сол код қою жайлы келетін болсақ, мен қазір сіздерге бір код көрсетемін, міне. Промокод. Мынау промокодты төменге жазып. Егер де осыны жазып алатын болсаңыздар, яғни жазып кіретін болсаңыздар, сіздерге 2 рубль тегін беріледі. Сіздерге кеткенде сіздерге вывод жасауға рұқсат етіледі. Выводтың түрлері Қазақстанға арналған, яғни Қазақстан әр елден де жасай берсеңіздер болады. Қазақстанға арналғандары Kiwi, Яндекс, Payer, қазір ашылсын. Міне, Kiwi, Яндекс, WebMoney, Payer, AdCash, Amazon және Steam. Жердегі ең жақсы несі Payer деп атауым керек, негізі Payer дұрыс. Себебі мына Kiwi кошелек пен Яндекс теңгеге идентификация жасау керек. Егер де жасаған болсаңыздар, соған аударсаңыздар болады. Бұл жердегі барлық программа 10 рубльден бастап қабылдайды, яғни 10 рубльге жеткенде ғана қабылдайды. Енді ақша табуға қалай жасайды? Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай задание 37575 деп тұр. Соны таңдайсыздар да. Негізі кейбір программалар Play Market'те болмайды. Сондықтан қажеті де жоқ. Открыть Play Market дегенде баса саласыздар да, Play Market'ке өзі лақтырады. Лақтырады дегенде сияққа жібереді. Сияққа жібергеннен кейін сіздер сол программаны жазып алуыңыз керек. Осы берілген программаны жазып аласыздар. Осы берілген программаны ішінен іздеп тауып алуларыңызға керек. Сол кезде сіздерге мына көріп тұрғандарыңыздай 0,27 рубль береді. Осы рубльдерді жинап, соңында 10 рубльге жеткізеді. Сол 10 рубльді жеткізіп, сосын неге вывести етіп алсаңыздар болады. Болды. Ал бұл ең оңай, өзі айтып тұрғандай легкий деньги деп өзі де айтып тұр, оңай ақша деп. Міне, бүгін видеом осымен аяқталды. Мен каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар достар.